Сіздерге бүгін мына жолда болып жатқан қателіктер туралы айтып өтем. Енді бұл қателіктер болып жатыр. Ол қателіктер бұрында болған, қазір әлі болып жатыр. Енді сіздер осыдан сабақ алмасаңыздар, ол бола береді. Қателіктер болып жатқан көбінесе сол бір қателік. Осыдан неше жыл бұрын болған қателік, сол әлі күнге дейін болып жатыр. Сондықтан сіздер жолда жүрсеңіз, аман жүргіңіз келсе, мына қателіктерден сабақ алуыңыз керек. Мысалы, осы көрсетілген жағдайда мына жүргізуші солға жүргісі келіп тұр, бірақ бұл жерде мына жол белгісі тұр, тек оңға деген. Енді бұл жол белгісі айтқан бағытта сіз жүрсеңіз, ештеңе де болмас еді. Мен әрқашан айтам, жол белгілері сізге көмекші деп. Жол белгілері көмекші сізге. Егер сіз әрбір жол белгісінің мағынасын білетін болсаңыз, онда сіз жолда А нүктесінен Б нүктесіне еш қиындықсыз жете аласыз. Ал егер сіз жол белгілерін осылай қарамай, оның талаптарын орындамайтын болсаңыз, осылай міне жол көлік оқиғасына жоқ жерден тап боласыз. Сондықтан да, құрметті оқырмандар, қазірден бастап мен айтам, жол ережесін ең бірінші үйренгеннен бастап, сіз бірден жол белгілеріне қарап мән беріп бастаңыз деп айтам. Әрқашан солай айтам. Себебі мына жолда орнатылып тұрған жол белгілерін сіз барлығын білуіңіз керек. Сіз соларға қарауды әдет қылуыңыз керек. Қазір жолда тәжірибелі жүргізушілердің өздері мына жол белгілеріне қарамайды. Мысалы, жолға шыққан кезде олар жаттанды жолдарында жақсы жүреді, ал бірақ басқа қалаға барып қалса, немесе жолда знактарды ауыстырып жіберген болса, ол сол жерде қателік жасайды. Себебі ол өзін үйретпеген мына жол белгілеріне қарап жүруге. Одан кейін мына көрсетілген жағдайда, мысалы, осы жерде мына жүргізуші өзінің жүріп келе жатқан жолағында сызық тұр бүйтіп, тек оңға деген. Оны тыңдамай ол жерден тіке өтіп кетті. Сол кезде міне осындай тағы да жол көлік оқиғасы орын алды. Бұл жерде барлығы түсініп тұр қателікті, бірақ осындай қателік болып жатыр. Мысалы, түнгі уақыттарда көбінесе осылай тек оңға деген полосадан сол жүргізушілер тіке өтіп кетеді. Ешкім жоқ қой деп та, мысалы, ол кезде де біреу осылай бұрылып қалған кезде жол көлік оқиғасы орын алады. Сондықтан да, құрметті оқырмандар, қауіпсіздік бірінші кезекте болу керек. Түсінікті ғой? Яғни біз көлік жүргізуді үйренер алдында бірінші сол жол белгілеріне қарауды әдет қылуымыз керек. Былай сіз көлікке отырмай тұрсаңыз да, жаяу жүрсеңіз де, автобуспен жүрсеңіз де, сіз жол белгілеріне қарауды әдет қылуыңыз керек. Таксимен жүрсеңіз де, мына жолдың жиегінде орнатылып тұрған жол белгілеріне қарап, өзіңізді әбден үйретуіңіз керек. Міне, құрметті оқырмандар, бұл жерде осы қателік осы уақытқа дейін болмады ма? Болды. Енді содан жүргізушілердің барлығы сабақ алу керек. Жол белгілерінің түрлерін айттым. Оның 7 түрі бар өзі. Бар болған 7-ақ түрі бар, 7-ақ түрі бар. Сол 7 түрін жақсылап түсініп алыңыздар. Ал енді осы жағдайда неменеге мына екі көлік соғысып жүр десеңіздер, бұл жерде қарапайым жағдай. Кім-кімге жол беру керектігін бұл жерде жүргізушілер білет анық. Бірақ соның өзінде мына көліктер басты жолда келе жатқан кезде, екінші дәрежелі жолда келе жатқан көлік жүргізуші жол беретініне өзі 100% сенімді бола ма, білмеймін. Осындай жерден қандай жылдамдықпен келе жатыр, сол жылдамдықпен ұшып өтеді. Ол өте үлкен қателік. Никогда олай жасамаңыз. Сіз мына өзіңізге жол беріп жатқанына көз жеткізуіңіз керек. Егер ол қателік жасап, үлгерем деп өтіп жатса, мысалы, бірақ ол үлгермей жатыр, бүйтіп өтіп жатыр жолдан. Сосын сіз мына жақтан келе жатқан кезде көріп келе жатсыз. Яғни ол үлгермей жатқан. Енді барып сіз мен главныйда екенмін деп тарс етіп соғудың қажет жоқ. Барынша сол жерде жол көлік оқиғасын болдырмайтын іс-әрекет жасауыңыз керек. Яғни сол қателік жасағаны үшін сіз ол жерде жол көлік оқиғасына түспеуіңіз керек. Енді ол жерде қиылысқа алдын ала солай есептеп келуіңіз керек сіздің. Басынан ана алыста келе жатып, мына жүргізушінің поведениесіне қарап, солай алдын ала келе жатуыңыз керек. Если мына жүргізуші солай үлгерем деп шығып қалып, бірақ үлгермей жатса, мысалы, бізде де болады кейде жағдай. Солай жолда келе жатқан кезде бүйтіп тежеп қаламыз, мына өтіп кете қояды. Кейде жылдамдықты бәсеңдете қоямыз, мына өтіп кете қояды. Ал біз жылдамдықты бәсеңдетпесек, келіп соғатын мүмкіндігімізді көріп тұрамыз. Сол үшін біз сол жол көлік оқиғасын тудырмауға тырысамыз. Сізде солай жүріңіз. Қауіпсіздік басты қағида екенін ұмытпаңыздар. Жолда жүрген кезде мен сіздерге алдында жаяу жүргінші өткелдерінде айтқанмын. Жаяу жүргінші өткелінің екі түрі болады. Реттелетін, реттелмейтін деген, Реттелетін деген ол жерде светофор бар, ал реттелмейтін дегенде светофор жоқ. Енді сол реттелмейтінде пешеход главный екенін бәріміз білеміз. Бірақ
ол жерде пешеход аяқ астынан сізге шығып қалмайтынына сіз кепілдік жоқ та сізге. Сол үшін сіз міндетті түрде сондай реттелмейтін пешеходқа келе жатқан кезде светофор жоқ, жылдамдығыңызды бәсеңдетіп келуіңіз керек. Енді қорытындылай келе, бұл жерде сіз жолда жүрген кезде жол көлік оқиғасын болдырмайтындай іс-әрекет жасауыңыз керек. Сіз қауіптілікті анықтап, осы мен айтқан мысалы қауіптіліктер бар, осыларды біліп жүріңіз. Енді білгеннен кейін уже сіз жолда шок болмайсыз, осыларды күтіп жүрсіз. Және осындай жағдай туындаған кезде сол жерде сіз оған дайын боласыз. Тежеп қаласыз, маневр жасап кетіп қаласыз. Әйтеуір мына жол көлік оқиғасына әкелмейтіндей болуыңыз керек. Яғни алдын ала алдыңыздағы жағдайдың барлығын пайымдап отыратындай болуыңыз керек. Құрметті оқырмандар, енді А нүктесінен Б нүктесіне аман жетіңіздер. Пешеходты өткіземіз. Мына жерде міне қиылыс бойынша жүру бағыттары көрсетіліп тұр. Қай бағытта сізге жүруге болады. Осы біз тұрған жолақтан тіке немесе солға немесе кері бағытта жүре аласыз. Бұрылысты орындағанда өте мұқият болу керек. Қиылыста жан-жағымызға қарауымыз керек, өте мұқият болуымыз керек. Мына жолақтан тіке жүрсем де болады. Бірақ тіке жүрейін десем, мына жерде бұрында кедергі бар. Міне кішкене алға қарай шығып барып бұрыласыздар. Пешеходтың үстінен кері бұрылуға болмайды. Арттағы көліктерді абайлаймыз. Олар тіке жүргісі келеді. Міне мына қарсы бағытты өткізіп осылай тұрамыз. Қарсы бағытты өткізіп тұрамыз осылай. Асықпаймыз. Арттан сигнал берсе де біреу. Асықпайсыздар. Осылай. Міне үлгеретініңізді білгеннен кейін барып жүрісіңізді жалғастырасыз. Міне осылай жатқан кезде қараңыздар. Мына жерде кері бұрылып жатыр. Өте қауіпті. Мына қиылыстан солға бұрылуды көрсетейін. Бұл жерден солға да кері де бұрыла аласыз. Қараңыз қазір. Өте мұқият орындауымыз керек. Қарсы бағыттан көліктер көп келе жатыр, көрдіңіз бе? Міне осылай қиылысқа шығамыз. Бұл жерде светофорда қосымша секция жоқ. Біз үшін сол себепті осы жасылға бұрылуға тырысамыз. Міне руль дөңгелегін бұрмайым пока мен. Міне қиылыстан тіке жүретін адам сияқты міне шығып тұрмын. Осылай мына көліктің артынан шығып тұрмын. Рульді пока бұрмаймыз. Просто тіке тұрады руль. Қазір енді ыңғайлы момент болатын болса жүреміз. Мына жүргізуші жаймен рулін бұрып бастады, жүріп жатыр. Міне қараймыз, асықпаймыз. Ана көлік жүріп кетті екен деп жүрмейміз. Мен мысалы мына жерде өте үлгермейтінді біліп тұрмын, сол себепті мен жүрмеймін. Міне мынау мигающий өтті мысалы. Сарыға өтті десек те болады. Содан кейін барып міне бұрылысыңызды аяқтайсыз маневрды. Біз жасылға шықтық қой. Енді қиылыс үстінде маневрды аяқтадық. Көрдіңіз бе? Асықпаймыз. Ана алдымыздағы көлік жүріп кетті екен деп.